мына сөзім соңында еркіндік деген сөзді неге айттым, және арасында жазып кеткендерім де бар. Шыққан кезде олар Қытайдың қызыл туын неге алып шықты деген сөздер болды. Бізді Россияның кезінде, Советтің кезінде қызыл тудың астында өлең айтты, қызыл туға честь бердік. Енді сол жақтан шыққаннан кейін бұл кісілердің өздерінде билік бар ма, қуатпен жайнады. Солай шыққан шығар. Еркіндік деген сөздің өзінде біздің көк тудың желбірегені, жүректің елжірегені деп айтатыным бар міне. Жүректің елжірегені, елжіреп тұрып, қолымызды қойып тұрып, ән саламыз. Біздің осы көк туымыз жеңілмесін. Еркіндікті аңсаған ата бабаларымыздың кейінгі бізден кейінгі ұрпақтардың жеткен көк туды желбіреп тұрып ән салған, көк туды құрметтеген, ана жерге ілуге болмайды, мына жерге ілуге болмайды дегеніміздің өзі біздің көк туға құрметіміз. Мына үйдің ішінде де мен айтып отырамын, мына кішкентай көк тудың өзін жерге тастама, жоғары көтеріп қойдым. Сондықтан көк туымыз біздің желбірей берсін, келетіндер Қазақстанға келе берсін.